Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдік шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар. Оқу мақсаттары: өсімдік шаруашылығында көктемгі жұмыстар жүргізу, топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерді қорғау, егу мен отырғызу. Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану. Көктем бағбандар мен бақшашылардың науқанды маусымы. Өсімдіктің дұрыс өсуі, бақшаның сыртқы көрінісі және алатын өнім көктемгі жұмыстардың қаншалықты дұрыс және уақытылы орындалуына байланысты болады. Ағаштарды әктеу. Ағаштардың қабығын күнге күйуден, зиянкестерден және аурулардан қорғау үшін ерте көктемде олардың діңін әктеу қажет. Ауа райы құрғақ кезде ғана ағаштарды әктеу керек. Қабығы тегіс жас ағаштарды әктеуге болмайды. Территорияны жиыстыру. Атыздар мен гүлзарларды, қыс бойы жиналған қоқсықтарды, жапырақтарды, өткен жылғы шөпті тырнауышпен жинап алу қажет. Қырқу немесе бұтау. Қураған, зақымданған бұтақтарды кесіп тастайды. Жуан бұтақтарды арамен кесіп, зақымданған жерлерді пышақпен тазаланады. Кесілген, бүлінген жерлерді бақша ноғымен өңдейді. Сәндік өсімдіктердің қымтаулары алынып тасталынады. Топырақты өңдеу. Топырақты қопсыту. Жер жібігеннен кейін ағаш түбінің шеңберін қопсытып, азотты тыңайтқыштар себу керек. Қопсытылған топырақ борпылдақ әрі түйіршікті болады. Ондай жағдайда өсімдік тамыры өзін жақсы сезініп, қуаттанып, жылдам өседі. Топырақты қазып, атыздардың дайындайды. Дымқыл жерді қазуға болмайды. Қазу барысында жерден түптерді алып тастайды. Сонымен қатар өсімдік шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар көкөніс пен гүл тұқымдарын себуге дайындау, көп жылдық өсімдіктерді қайта отырғызу, топырақты өңдеу, тыңайтқыш себу, үстеп құнарландыру және топыраққа көкөністердің, гүлдердің ауа райы жағдайына қарай тұқымдарын егу, арамшөптер мен және зиянкес жәндіктерді жою. Атыздарға көкөніс гүлдердің көшеттерін отырғызу. Сәндік және жеміс жидек дақылдары ағаштарының ұшар бастарын қалыптастыру. Кері байланыс сұрақтары. Көктемде өсімдік шаруашылығында қандай жұмыстар атқарылады? Топырақ егістікке қалай дайындайды? Және тұқым өсіру үшін не қажет? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.